Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді етті бәліш жасаймыз. Еті дәмді, сочный, наны жұмсақ, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін біз 200 мг жылы сүтті табаға құйып аламыз. 50 грамм маргарин, бір жұмыртқа саламыз. Бір шай қасық разрыхлитель теста. Шай қасығым толмағасын мен үстіне тағы да қостым. Және де бір шай қасық тұз салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды біртіндеп қоса береміз. Ең бірінші ұнды қолмен емес, қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін тағы да ұн саламыз да жақсылап тұрып нанды илейміз. Менің наным осындай әп-әдемі болып шықты. Мен оны алып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямын. Наным тоңазытқышта болған кезде қалған ингредиенттерді жасаймыз. Картопты өз қалаған мөлшерімізде ашып аламыз. Жуаны аршимыз. Жуа, картоп, фаршты бірге араластырып, үстіне қалаған специя қосамыз. Менде мұнда тұз, қара бұрыш және де паприка. Үшеуін араластырып, фаршымызға саламыз. Достар, етті бәлішіміз сочный болып шығу үшін арасына міндетті түрде су қосыңыздар. Және де кішкене сұйық май саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз, біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан нанымызды алып шығамыз да 3 бөлікке бөліп, жақсылап тұрып нан жаямыз.
Өз қалауымыз бойынша әсемдейміз. Нанымыз әдемі сары түс болу үшін куркума мен жұмыртқаны араластырамыз. Және болғаннан кейін үстіне кунжут себеміз. Дайын болған етті бәлішімізді қызған пеште 180-190 градус 50-60 минутқа қоямыз. Біздің бәлішіміз дайын. Өте дәмді, арасы жұмсақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.